Ассалаумағалейкум ханымдар, сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгін сіздердің қолтықтағы жағымсыз иісті кетіріп, оны ағартуға, интим зоналарды да ағартып, иісін кетіруге көмектесетін керемет әдіспен бөліспекпін. Қолдағы бар заттардан бұл бомба рецептіні сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Нәтижесі міндетті түрде Алла қаласа 3-ақ күнде байқалатын болады. Бізге кір сабын қажет болады, және де осындай үккіш керек болады. Ұсақ үккіштен кір сабынды өткізіп алып, бізге 3 ас қасығын қажет етеміз. Ыдысымызға 3 ас қасығын саламыз. Сосын ас содасы, лимон қышқылы және тұз қажет болады. Ыдысымызға 3 ас қасық кір сабынды салып аламыз. Оның үстіне 1 ас қасық тұз қосамыз, және де 2 пачка лимон қышқылын қосатын боламыз. Одан кейін 2 ас қасық сода қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Әр күні душ қабылдайтын кезде кішкене қолымызға алып, сулап алып, қажетті орынға жағып 15-20 минут ұстап, сосын жуып тастаймыз. Осы әдісті қайталасаңыздар, қарапайым әдісті қайталасаңыздар, иншалла сіздерде жақсы результат болады. Бұл тексерілген рецепт, мен сіздерге шығаратын алдын өзім тексеріп көрдім. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, иншалла сіздерде нәтиже болады. Осы пайдалы ақпарат кімге қажет десеңіздер, төменге қалдырып кетіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, таратыңыздар, олар да бұл керемет рецептіні пайдаланып көрсін.